Сәлем достар, бүгін мен Стикман Бакс және бүгін біз деген крафтсмен ойнаймыз, Мен ағаш жинауға кеттім. Таңертең барып ағаш жинап едім. Арқам қатты ауырып кетті, қолымда топорымда кішкене сыныпты. Сол үйге кетіп бара жатырмын. Ауылға не болған? Мына жерде немене лавалар құйылған өзі? Достар, музыкаларды деген описанияда қалдырам. Комментарияға қалдырам. Короче, сол. Саған ауылға не болған? Анау кім тағы? Мен житель ученыймын. Житель ученый? Ол не істеп жүр ауылды? Мен дағы. Мына жерде уже мынау Бакс Береговой кірет өзі. Бакс. Сол. Келіпті ғой. Семейге қашып кетіп еді ғой осы ауылға. Жоқ. Ауылды сенің ауылың енді жоқ, ол мәңгіге уничтожены. Енді осы ауылды да бұзам. Бұзушы болма, аты топормен қазір. Басын удар аласың аты. Жауын болып. Солай ма? Жарайды. Ендеше. Мә саған. Вот. Маған еще фаерболмен атып қояды, достар. Қатырады. Житель, ученый, сен қуасың ба? Немене маған фаерболмен атып отырсың? Шал, атам өзім білем. Кеттік. Мәрді нейде болған? Ал мен нейме шене болған? Хотя мен нейімді лава баспапты. Бірақта деген жарылған ғой, половинасы жоқ, үші деген глюч істетіп отыр. Ой, Аллахым, қандай бір бәле. Жительді болды ауылға. Бағана деген житель ученый келді. Бізді ауылды бомбить ете бастады. Еще картиналар какой-то. Аномалия ғой мынау какой-то. Голем, сен немене қорғамайсың? Сол, мен қорғамайым. Өздері қорғандар, маған бәрібір. Големдер де бар. Лава еще. Бізге тек біреу ғана көмектесе лава. Кім көмектесе бұл? Қиын енді. Кеткенше. Мэр қайда кеткен? Мэр, сен не істеп отырсың? Мен житель ученый, лақтырып жіберді. Мен қатты қорқып кеттім. Еще олды лава мен деймін жойып жатқанды көрдім де, қашып жатқанда да мен деген құлап түстім осы жерге. Травмалар алдым ба? Какой-то бір ударлар. Сырылған мынандай алдым ба? Жоқ хотя бы. Жоқ хотя бы. Осындай высотада қалай жоқ дейсің? Жарайды, кішкене қолым ауырып тұр. Дәрігерге бару керек. Мен такси заказ бердім уже. Жақсы. Не болған ауылға сен? Нубик, житель, сен үй қайда? Мен деймін, жоғарып кетті. Еще лава какой-то.
Ха! Тақты лабаға түсіп кеттім бір бәле. Достар, мен деген все это время деген анау бір анау леста болған сол жерде деген анимациялар жасап сіздерге жасап жүрдім. Өйткен деген сол лесте деген бұрынғы менің бір соседім болып еді ғой, сол лесте деген сол жерде де олмен бір ол деген приутить етті, короче. Сөйтіп мен деген бір апта соның үйінде болдым, анимациялар жасап сіздерге көрсеттім, сіздер білетін шығарсыздар. Потом мен келсем осындай не істейсің енді? Айтпақшы достарыма, қалай жоғарыға барам? Анау еще анау статуя тұр. Жительдер деген WhatsApp-та жазған еді есімде. Деревня 21 деген группада деген осындай нәрсе жасадық, осындай бір статуя жасадық деп айтыпты. Бәрі де подписано екен уақыт. Мне осы лава еще. Так. Не істейсің енді. Музыка өшіріп тастаймыз. Не істейсің енді осында. Бітті. Ауыл енді жоқ бола ма? Өйткені енді достар, менде тек топор ғана болды. Топор мен ағаш болды. Мен топормен де ол жительді вряд ли жойып тастайлым. Сол үшін ол жительді жоя алмаймын мен енді. Вряд ли жоя мен оны. Осы жительді вряд ли жоя аламын мен топормен. Тоқтаңыздар. Мен білем, осы ана жақта бір житель көмектесе алады ғой. Оған барамыз енді.